Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен жылдамдықтың қарама-қарсы қозғалысын қарастырамыз. Ол үшін біз жылдамдықтың, қашықтықтың, уақыттың формуласын алдыңғы сабақта өткеніміздей білеміз. Міне мынандай формулалары. Енді осы формулаға қолдану керек нәрсе бұл жерде қарама-қарсы болғандықтан олардың жылдамдықтары қосылады деген нәрсені біз обалымыз керек та. Не үшін олар қосылады? Мысалы, сіз пойызда кетіп бара жатсыз, сізге қарама-қарсы пойыз келе жатқан кезде, сіз бір-бірлеріңіздің қастарыңыздан өтетін кезде пойыз, сіз өте үлкен жылдамдықпен өтесіз. Мысалы, сіз 100-бен келе жатсыз, пойыз қарама-қарсы келе жатқан пойызды 100-бен келе жатса, екеуіңіздің бір-бірлеріңіздің қастарыңыздан өту жылдамдығы ол 200 км/сағат. Ал егер дәл сол жылдамдықпен сіз домның қасынан өтетін болсаңыз, сіз екі есе жай өтесіз. Өйткені ол қозғалып жатқан жоқ, ол бір орында тұр. Осыдан біз түсінеміз да, что жылдамдықтар қарама-қарсы жүрген кезде ол қосылатын. Көлікте де солай. Сіз келе жатқан кезде қарама-қарсы жақтан көлік келе жатса, сіздер өте бірден тез жақындайсыздар. Өйткені сіздердің жылдамдықтарыңыз қосылып жатыр. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер. Пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Енді, мысалы, сіз 70 км/сағатпен бара жатсыз, қарама-қарсы көлік 60 км/сағатпен келе жатыр. Екеуіңіз 2 сағаттан кейін кездестіңіздер дейік. 2 hours later. Екі дененің ара қашықтығын табу керек, алғашқы. Ол үшін жаңағы S-тің формуласы ол V көбейтілген T, жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Енді бұл қарама-қарсы қозғалыс болғандықтан олардың жылдамдықтары бір-біріне қосылады. Яғни 60 қосу 70, 130 2-ге көбейте саламыз, сонда 260 км. Демек, бұл жердегі ең ескеру керек нәрсе, ол қарама-қарсы болған кезде олардың жылдамдықтары қосылады. Және де тағы бір ескеру керек нәрсе, ол егер бір уақытта бастаса, бір уақытта бір-біріне қозғалып бастау керек. Тек сол кезде ғана екеуін біріне қосамыз.